Кайырлы күн достар. Дәмді және ерекше салаттардың бірі шығыс салатын дайындаймыз. Қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыздар. Келесі видеода ерекше тұздығымен дәмді гриль салатын жасап көрсететін болам. Жұқалап туралған сиыр етіне күнбағыс майындағы сарымсақ пен тұз қосып, грильге арналған осындай дәмдеуіш қосамыз. Бірақ бұл міндетті емес. Оған соя тұздығын қосып, жақсылап араластырамыз. Маринадқа кемінде 30-40 минутқа қалдырамыз. Ұзақта уақыт маринадтасаңыздар, еттеріңіз жұмсақ болады. Гриль табасына сұйық май құйып, екі жағын 5-7 минуттан баяу отта қуырып аламыз. Бринза ірімшігін қалағаныңыздай етіп турайсыз. Мен ромба пішінінде турадым. Табаға аздап сұйық май қосып, бринзаны қуырылған күнжітке аунаттым. Бірақ қуырылмаған күнжітке де аунатсаңыздар болады. Қызған табада екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Қызыл және сары түсті светофор бұрышының осындай ақ жерлерін алып тастаймыз. Осылай тураймыз. Қиязды екіге бөліп, әр бөлікті үшке бөлеміз. Осындай жерлерін алып тастасаңыздар болады. Қиязды қиғаштап тураймыз. Черри қызанағын екіге бөліп қосамыз. Укропты турап қосамыз. Салат жапырағын және аш жапырақ, яғни шпинат қосамыз. Үлкен шпинаттарды 2-3 бөлікке бөлеміз. Сүйегі жоқ зәйтүн қосамыз. Гриль табада піскен етімізді қосып, үстіне премиум соус қосамыз. Дәмін көресіздер, егер тұз сәл аздау болса, тұз қосып жіберсеңіздер болады. Бетіне бағанағы қуырылған бринзамызды қойып шығамыз. Мінекей дәмді шығыс салаты дайын. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.